Ассалаумағалейкум. Армысыздар, қазақ елі. Бүгін 2019 жылы қыркүйек айының 13-і. Мен Ербол Дәулетбекұлы, Атажұрт еріктілерінің мүшесімін, және Қайрат Байтолла, Атажұрт еріктілерінің мүшесі. Біз бұл видео мәлімдемені түсірудегі мақсатымыз кешелі бері Атажұрт еріктілерінің айналасында әлеуметтік желіде ескен адамдар мен адамдар арасында өсектің қызуы жоғары деңгейге көтерілген мәселелер болып жатыр. Бұл істің негізі Атажұрт еріктілеріне жаңа басшы келді деген тақырыпта. Біз Атажұрт еріктілері 2019 жылы 10 наурызда Серікжан Біләшұлының ұсталуына байланысты бұрынғы Атажұртты төңіректегендердің бәрі жан жаққа кетіп қаңғырап офис жабылып қалған жағдайда біз 4 адам ғана осы офиста отырып жұмысты жалғастырдық. Белгілі келісімдерменен Алматы қалалық ішкі істер департаментінен офисты аштық, келісімдер жүргізу арқылы. Мен жауапты болып алдым, қол қойып бердім. Офистің ішінде бүкіл істелген жұмыс, айтылған сөз барлығына мен өзім жауап беретін болып, бұл офис осылай ашылған жалпы жай. Содан бергі жарты жылдан бері қарай біз Қытай-қазақ мәселесін тоқтаусыз көтеріп келе жатырмыз. Зарлаған, жылаған қандастарымыздың арызын қабылдап, әлем ақпаратына көтеріп, қаншама рет конференциялар өткіздік, қайырымдылық шараларын өткіздік. 3-ші айдың 10-ші күнінде Атажұрт еріктілерінің YouTube каналында 80 мың жазылушы болған болса, бұл күндері 145 мың жазылушыға жетті. Осы еңбектің бәрін осы офиста отырып біз істедік. Атажұртқа ешқандай басшының керегі жоқ. Бұрынғы басшы, жетекші болып келген Серікжан Біләшұлының Атажұртқа басшы болу құқығы шектелген. 7 жылға бойы саяси ұйымдарға басшылық ету құқығы жоқ. Ол заң жүзінде шектелген. Қазір мына 3 ай және оның жаза мерзімі болып есептеледі. Сондықтан Серікжан Біләшұлының да Атажұртқа жетекшілік ететін, Атажұртқа басшы сайлайтын ешқандай құқығы жоқ. Осыны жалпы қазақ халқына бұл барыста ешқандай нәрсеге арандалмай, ештеңеге сенбей, тек қана Атажұрт еріктілерінің қазіргі жұмысын жүргізіп отырған, осы офисқа келіп, осы офиста істеп отырған қызметкерлерменен селбесіп, арыздарыңызды тоқтаусыз берулеріңізді үміт етеміз. Біздің мақсатымыз тек Қытайдағы қандастарымыздың аз да болса қиянатына сеп болсақ дейміз, оларды құтқарсақ дейміз, олардың көріп жатқан зәбір жапасын бүкіл әлем білсе екен дейміз, әлемдік ұйымдардан көмек сұрасақ дейміз. Бізде одан басқа ешқандай да саяси мақсат болған емес. Атажұртты екінші бір саяси мақсатқа пайдаланғысы келгендер біреулерді Атажұртқа айдап салып, біздің жұмысымызға кедергі келтіріп, кешелі бері бізге аса ауыр рухани жүктер алып келді. Бұл Атажұрттың жұмысына, жалпы Қытай-қазақ мәселесіне жасалған ауыр қиянат деп білеміз. Сондықтан біз сияқты жұмыс жасап отырған, қазақтың мұңын мұңдап, зарын зарлап отырған адамдарға ешқандай адамдар кедергі болмас екен, біз тек өз алдымызға жұмысымызды жалғастырсақ екен дейміз. Біздің басқа ойымыз жоқ, бізге ешқандай атақ керегі жоқ. Бізге тек халқымыздың аз да болса керегіне жарасақ, осы Қытайда қазақтың зары мен мұңы көмескіде қалып қалмас екен деген ниетпен ғана осы жарты жылда осы жұмыстарды жүргізіп келдік. Оның бағасын беретін халық. Біз тек Алланың ризалығы үшін істедік. Бізде басқа ешқандай да бір саяси мақсат болған жоқ. Ел қажеті үшін істеп келдік. Әлі де істей береміз.
сіздердің ешқандай арандатушыға ермей, тек қана тоқтаусыз белсенді түрде келіп арыздарыңызды бере берулеріңізді үміт етеміз. Қош, сау болыңыздар.